осы оюды вышивка деп ойлап жатыр көбі адам. Бұл вышивка емес, кәдімгі лазермен кесілген ою, зигзагтар тігілген. Көрпенің барлығы осындай. Барлығы обычный бытовой массивный оюлар тігілген. Промышленный сипиконмен, чатпен тіктім. Мастер-класста сіздер мынандай конверт замок қалай тігіледі, соны үйренетін боласыздар. Және осылай шегір-шегі қалай тігіледі. Бахрама дейміз ғой, бахрама дейді, кант дейді. Сол қалай тігіледі, соны үйренесіздер. Бұл көрпе өте күрделі көрпе, өте қиын көрпе деп санауға болады, бірақ өте қымбат бағаланатын көрпелердің бірі. Жұмысы өте күрделі, сол себепті бұрын көрпе тігіп көрмесеңіз, бұл мастер-класс сізге қиынға түсуі мүмкін. Сол себепті алдыңғы мастер-класстарды алсаңыздар болады, ал бұл мастер-класс бұрын манифеті тігіп жүрген адамдарға арналған.